Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha. Бұл түнде періштелер мен Жибрил түседі дейді. Жибрил деген құрмет жамағат, ол әрбір мұсылман үшін өте үлкен имани тұлға, періштелердің ішіндегі өте үлкен. Оны Алла Тағала Расулун Карим деген, ол Алланың қасында қадірлі, керемет елші, өте жақсы елші дейді. Аллатан солай атаған. Періштелердің ішінен елшіні таңдады, адамзаттың ішінен пайғамбарымыз саллаллаху таңдады да, пайғамбарымызды да Құранда атады. Расулун Карим деп, ардақты елші, екі жақсы. Сосын сол екеуін қадір түні кездестірді ғой. Қадір түні қарасаңыздар қандай? Хира үңгірінде екі кереметті кездестірді ғой. Екі жақсылықты кездестірді да. Өте жақсы адамзаттан таңдалған елші, өте жақсы періштелерден таңдалған елші Құранда келіп пайғамбарымыздың жүрегіне салды. Екеуінің арасын байланыстырған Алла. Бұл оқиға қадір түні болды. Қараңыз қандай оқиға бұл. Міне, Құранның жүрегіне жазылды да, мына қадір түнінің арасын алдындағы аятқа қарасаңыздар, сүреге Алақ сүресі тұр. Не үшін бұл Құранда бұл тәртіппен қойылған даналығы? Өйткені Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты осы ең бірінші пайғамбарымыздың жүрегіне құйылған аяттар. Осы Жибрил пайғамбарымыз саллаллаху өмірден осып кеткеннен кейін, Құран толық түсіріліп болғаннан кейін, ол Жибрил, мысалы айтайық, көзімізбен көрмесек те, ол Жибрил жерге түсе ме екен деген, мысалы, мұсылманда бір арман болады. Жибрилді сүйгеннен кейін да, мысалы, сол Жибрилді Алла Тағала айтады, осы қадір түні түсірем дейді. Және қасында сансыз періштелер болады дейді. Алла Тағаланың бір кереметі біздерге сыйлаған, құрмет жамағат. Жаңа көктердің есіктері ашылды, жәннаттың есіктері ашылды, тозақтың есіктері жабылды. Мен жалпы тозақты қалап тұрған жоқпын дейді, өзің ашып кіргің келмесе дейді о жаққа. Қарасаңыздаршы. Сондай-ақ суфидату шаятин, күллі адамға түрткі жасап, уәсуәс жасайтын күллі шайтанды алып тастадым дейді мен. Өйткені сен Рамазан айына дейін шайтан түртті, ақузубилля шайтанның жаңағы нетті, сөйтіп деп шайтанға жабатынсың дейді. Мен Рамазан айында алып тастадым дейді оларда. Ал енді өтірікші оқама деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл керемет, енді қадір түні қарайтын болсаңыз, бұның Рамазан айындағы беріліп жатқан нығметтің кемелдігі күллі періштелерді жаңа түсіріп жатыр ғой Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, жердің бетіндегі ұсақ тастардан да күллісін санап шықсаң, сол ұсақ тастардан да саны көп болып кетеді дейді ол періштелердің. Сонда көктің періштелері, бұл періштелер деген құрмет жамағат, бұлар тазалар ғой, таза табиғаты. Ниет деген Алла деп қана тұрған. Юсаббихуна лейла ва нахара ла яфтурун. Бұлар күндіз түні Алланы дәріптеумен, пәктеумен болады. Бұлар үзіліс жасамайды дейді құлшылықта. Сол үзіліс жасамайтын періштелердің кезекті құлшылығы тек жерде жасалуын қалайды деген Алла Тағала. Осы түні, қадір түні. Сонда көктің мүминдері келді. Жердің мүминдері мен көктің мүминдері қосылатын түнді. Қараңыз қандай нәрсе болып отыр қазір құбылыс. Көзімізге көрінбеген, көрінбесе де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сондай бір сүйінші жатқан бір хабарлары бар. Жибрил Алла Тағаланың қалауымен қаласа, біреуге тиіп қалуы мүмкін дейді, қолы. Оның белгісі қандай деген кезде денең тітіркеніп кетеді дейді. Ол әзіріне жаңағы біз жүрегімізбен айналысып жатқан кезде оны нәсіп етуі мүмкін Алла Тағала. Жаңағы егер жүректі таза ойлап бағанағы дұғалардың несімен кіріп кететін болсақ біз, сол түрткеннен кейін өзі тұла бойыңды жуады ғой. Көзіңде, біраз жеріңді кәдімгідей жағдайға әкеледі бұл түн. Егер бұны уайымдасақ біз, әйтпесе баяғы жартас, сол жартас болып шығып кетуіміз мүмкін да, бұл қадір түннен де, Рамазаннан да. Міне осы нәрсені уайымдау керекпіз. Алла, мына Рамазаннан кейін мен баяғы жартас болып қалмайын. Өйткені менің ұлдарыма өнегелі әке керек. Ертеңгі олардың тәрбиесіне қарайтын босқа бұлай өте бермейік деген уайымдар керек та.